Морс қайнату процесі. Газға кастрюльді қоясыз. Мерный стаканмен 1 литр қылып өлшейсіздер. Міне су құйып аласыздар, фильтрдің суын, таза суды. Алып осындай мерный стаканмен 5 литр су құясыздар. 5 литр суыңызды құйып аласыз, өлшеп, бетін жауып, максимальный температураға қойып қайнатасыз суды. Суды қайнатуға қойғаннан кейін 500 грамм клюкваны өлшеп аласыз. 500 грамм клюкваны өлшеп алғаннан кейін жылы сумен жуасыздар 3 рет. Су қайнады, қайнаған суға 500 грамм клюкваны, жуылған клюкваны саласыздар. Клюкваны салғаннан соң қақпағын жауып 20 минут қайнатасыздар орта температурада. 20 минут өткен соң қақпағын ашып, ішіндегі клюкваны осылай езіп аласыздар. Егер езбейтін болсаңыздар, морсыңыздың түсі қып-қызыл болып шықпайды, сол себепті де барлығын әдемілеп майдалап езіңіздер. Қайнаған клюкваны езіп алғаннан соң 500 грамм қант саламыз. Қант салғаннан соң жақсылап араластырасыздар. Қант түбінде қалып кетпеу керек. Жақсылап араластырып алғаннан соң газды өшіресіздер. Сөйтіп морсты салқын жерге қоясыздар. Суы керек. Суыған морстың ішіндегі қалдықтарын осылай алып тастаймыз. Қалдығынан тазарған морсты осылай сүзіп аламыз. Ситаның үстіне марлы қойып осылай сүземіз. Сүзу процесі кезінде осындай қалдықтар шығады, оны осылай бүйтіп тазалап алып, қайтадан сүзе бересіздер. Морсымыз дайын, енді бутылкаға құйып шығамыз. Енді крышка жабу процесі. Осылай крышканың үстіне қоясыздар. Басасыздар, толық қарайсыздар, айналдырып. Түсу керек крышка. Сосын крышканы бүйтіп ашасыздар да астан басып тұрасыздар. Ішіндегі ауаны толық шығарасыздар. Ауа шыққаннан кейін крышканы осылай бұрап жабасыздар. Осылай чық еткен дауыс шықты, значит крышка жабылды. Енді этикетка жапсыру процесі. Міне 0,5-0,5, 0,3-0,3 жапсырасыздар. Осылай астын ашып аласыздар. Сөйтіп клеить етесіздер. Визуально әдемі болу керек, сол үшін қарайсыздар ғой, сөйтіп болса қолмен жүргізесіздер. Енді 0,3 бутылкаға жапсырамыз, міне 300 мг дегенді. Осылай ашып аласыздар. Тура ортасына жапсырасыздар. Шет-шетін қолмен жүргізесіздер. Енді артқы этикеткасын жапсырасыздар. Осылай аласыздар да, төмен жағына қарап жапсырасыздар. Соң қолмен жүргізіп шығасыздар, толық жабысу үшін. Этикетканы жапсырып болғаннан соң, андай датермен артына датасын қоясыздар. Шығарылған күні деп тұрады, сол жерге күнін қоясыздар.